Саламатсыздар ма балалар? Сыныпта бүгін түгелміз ба? Енді EduCafe платформасы арқылы балалар бүгін сабағымызды бастаймыз, яғни көмекшінің сөзін тыңдаймыз. Құрметті оқушылар, сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіз. Жаңа мүмкіндіктер ашылып жатыр. Бүгінгі сабағымызда барлығымыздың белсенді қатысуларыңызды, сұрақтарыңызды қоюларыңызды күтемін. Сіздерге сәттілік, шығармашылық шабыт және табыс тілеймін. Сабақтан алған білімдеріңіз өмірде сіздерді алға жетелейтін, жеңістерге жетелейтін қуатты күш болсын. Бүгінгі енді сабағымызды бастамас бұрын барлықтарыңыздың алдымызда бағалау парағы бар, иә? Бағалау парағына барлығымыз есімдерімізді жазып қоямыз. Жазамыз есімдерді. Яғни бағалауда мына жерде үй жұмысына, ой қозғауға, жеке жұмыстарына әрқайсысына сабақтың кезеңіне байланысты қойылатын балдарын айтып тұрмын. Жарайды ма? Енді ары қарай, яғни үй жұмысына, яғни қазір еске түсіру үшін EduCafe платформасы арқылы сұрақтарға жауап береміз. Яғни жауап берген сұрақтардың барлығына, неше сұраққа жауап берсе, бағалау парағымызға барлығымыз есімдерімізді жазып қоя балалар. Бағалау парағына әр кезеңдеріне байланысты балдарын ескертіп отырамыз, балдарын белгілеп отырамыз. Ал қазір енді өткенге қайталау жүргізіп сұрақтар қойып беріледі, яғни EduCafe платформасы арқылы сұрақтарға жауап береміз. Түсінікті ғой? Балалар, сұрақтарға жауап береміз. Өткенге шолу жасаймыз. Бірінші сұрақ, ондық бөлшектерді оқу үшін не үшін қажет? Келе ғой. Ондық бөлшектерді оқу үшін не үшін қажет? Яғни бағаны мына судан өткізуіміз керек, сұрақтарға жауап беруіміз керек. Жарайсың. Келесі сұрақ отырады. Ондық бөлшектерді жазу кезінде қандай символ қолданылады? Келе ғой, бекарыз. Жылдап. Уақыт өтіп бара жатыр, балалар жылдап қимылдаймыз. Жарайсың. Ондық бөлшекті оқу кезінде неге назар аудару керек? Келе ғой. Ондық бөлшекті оқу кезінде неге назар аудару керек? Жарайсың. Келесі сұраққа жауап береміз. Келесі сұрақ. Бөлшек дегеніміз не? Ондық бөлшек дегеніміз не? Келе ғой. Уақыт балалар. Жарайсың. Келесі. 0,5 сөзбен жазыңыз дейді. Келе ғой. Жарайды балалар, келесі сұрақ. 0,6. Жарайсыңдар балалар. Яғни бақаны судан өткіздік, иә? Келесі. Ал енді балалар, осы аптаның, осы айдың дәйек сөздері бар, иә бізде, иә? Жалпы дәйек сөздер қандай айлыққа байланысты айтып жатыр? Тәртіп. Жарайсыңдар. Сол тәртіп бойынша, яғни алдымызда тұрған қима қағаздар тұр мына жерде, иә? Осы астында берілген, номерлер берілген, иә? Сандар берілген. Осы сандар бойынша топқа бөлінеміз. Яғни бірінші топ заң тобы, бірінші топ заң тобына ауысамыз, екінші топ тәртіп, үшінші топ әділдік тобына. Бірінші топ заң тобы, екінші топ тәртіп, үшінші топ әділдік. Балалар жылдам алсақ, балалар бүгін
бүгін ондық бөлшектер салыстыру тақырыбына есептер шығарамыз. Дәптерді ашып бүгінгі жазамыз. Бүгін нешесі балалар? Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты ондық бөлшектерді салыстыру. Енді балалар, қазір жеке жұмыс жасаймыз. Яғни жеке жұмыс, яғни суреттер бойынша жай бөлшектерді жазамыз. Жай бөлшекті ондық бөлшекке айналдырып, өсу ретімен орналастырамыз. Яғни оған 2 балл беріледі. Түсінікті ғой, тез алып жөнелеміз. Аты жөнімізді жазып, тапсырманы орындаймыз. Аты жөнімізді жазып, тапсырманы орындаймыз. Ондық бөлшектерді жай бөлшекке жазамыз. Яғни төменгі жағына ондық бөлшектерді өсу ретімен орналастырамыз. Яғни, мына жерде шеңберде неше бөлігі бөлінген назар аударамыз. Мысалы, біріншісі, байқадыңдар ма? Оннан 2. Оны 0,2 деп жазылған, қалғанын басқа орындаймыз. Жеке орындаймыз. Төменгі жағына өсу ретімен орналастырамыз. Бегас. Жарайсың. Бақтияр. Келесі тапсырма. Яғни жұптық жұмыс. Бірдей түсті 2 шардың кішісін таңдаймыз. Яғни бұл жерде мынау ондық бөлшектерді салыстырамыз. Түсінікті ғой, дәптерге жұптасып орындаймыз. Тақтада шардың түстеріне қарай салыстырамыз. Түсінікті ғой, жұптасамыз. Екеуіміз жұптасамыз. Сен екеуің орында. Сен екеуің қосылыңдар. Пара-пар. Келе ғой, тақтаға орындай. Келе ғой, тапсырманы тақтаға бірге орындай. Қалғандарымыз жұптасып, тапсырманы орындаймыз. Түсінікті. Бірінші, қай түспен? Жасыл. Жаза ғой. Яғни 0,1 оқимыз. Айта қойшы. 0,1, 0,1. Қайсы үлкен? 0,1. Жарайсың, келесі. Ақпен ма? Жаза ғой. Балалар егерде тақтадан бұрын орындап қойсақ, тақтадан тексереміз. 2,9, 2,5. 2,9 өке. Жарайсың. Келесі. Қызбенен қызы. Ал енді балалар, келесі топтасып жұмыс жасаймыз. Яғни берген сандарды салыстыра отырып, ең үлкен, ең кішісін анықтаймыз. Бұл дискреттеріміз. Яғни мен қазір қима қағаз беремін, қима қағазда берілген сандарды өсу ретімен жазып, ең үлкен, ең кішісін анықтаймыз. Топтасамыз балалар. Топтасып жұмыс жасаймыз. Осы қағаздың бетіне
Жарайсыңдар, бір бал қоямыз. Топтық жұмысқа бір бал қоямыз. Тәртіп тобы. Орындадыңыздар? Жарайсыңдар, топтық топқа бір бал береміз. Заң тобы, орта пунктқа заң тобы. Қай жерге келіп келдік? Келесі, яғни сергітті балады. Сергіту сәтін, яғни оюдың түрлеріне қарай іс-қимыл жасаймыз. Түсінікті ғой? Балалар өзімізге ыңғайландырып тұрамыз. Бірінші деңгей, екінші деңгей, үшінші деңгей. Яғни бірінші деңгейді шығарғанның бір бал, екінші деңгейге 2 бал, үшінші деңгейге 3 бал. Яғни тақтаға 3 топтан 3 оқушы шықса, келе ғой. Айсұлтан келе ғой. Яғни мына жерде бірінші оқушы мына бірінші қатардағын шығарады, екінші оқушы екінші қатардағын, үшінші оқушы үшінші қатардағын. Орындаймыз. Тақтамен жұмыс жасаймыз. Қалғандарымыз дәптерге жұмыс жасаймыз. Тақтадан бұны орындасақ, белгі береміз. Айсұлтан оқып тұрып айтшы. 1,111 Жарайсың. Ережесі бар еді қандай?
қарай не істейміз? Салыстырамыз. Аха. Жарайсың. Соңғысына байқаш. Оқышы кәп. Яғни бүтіндері әртүрлі жарайсың отырауы. Жарайсыңдар. Әрқайсымыз өзімізге тиісті балымызды бағалау парағына қоямыз. Яғни бірінші деңгейге 1 балл деген, екінші деңгейге 2 балл деген болады, үшінші деңгейге 3 балл. Бағаладық па? Келесі. Енді мына жерде енді келесі балалар бозбол формасы арқылы ұлттық бөлшектерді салыстырайық. Яғни әр дұрыс жауапқа 1 балл қоямыз. Бірінші сұрақ. 16 бүтін. Аха, айта қойған. Орныңызда тұрып айтайыншы. 16 бүтін мыңнан 367 және 16.299 арасындағы ең үлкені 16 бүтін мыңнан 367 үлкен. Сонда А ма Б-сы? Қайсы? А. Жарайсың. Келесі сұрақ. Екінші қатар. Екінші сұрақ. Тәртіп тобы. Айта ғой. Нұрдәулет. 2,105. Аха. Ол мына жердегі жауаптардан қайсысына тең болып тұр? Жарайсың. Үшінші топтан айта ғой. Үшінші сұрақ. Яғни 2,10,5,678 саны мына жердегі жауаптардан қайсысы жауаптан үлкен болды? Б. А. Б ма? Апай Б деді ғой. Дұрыс емес. Апай Б деді ғой. Балалар. 200 балл. Жарайсыңдар. Әр топ өзіне 1 балды қойса. Айта қойшы. Апай біз айтамыз ғой. Апай біз айтамыз. Шешесің. Мұны бізге Айта ғой. X-і қандай мәнінде келсіздік дұрыс болады? Б. Сендер неге шұғылдап кетесіңдер? Балалар сабағымызға кері байланыс жүргізуге. Сабағымызға бүгін түсіндім, сұрағым бар, түсінген жоқпын деп. Мына жердегі түстерді таңдап белгілейміз. Келе қойыңдар балалар. Келе. Жарайсыңдар балалар. Барлығымыз бүгінгі сабағымызға түсіндік қой, жарайсыңдар. Ал енді алдағы қолымыздағы бағалау парағына қорытынды балаларымызды қойып шығамыз. Жарайсың.
Жарайсыңдар балалар. Ал енді сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.